Спорт жаңалықтарына тоқталайық. Александр Винокуров спорт сарайында құлагер жастар командасы Павлодардың мұнайшы командасымен кездесті. Айдын иелері ойын тізгінін толығымен өз қолдарына алып, 6-0 есебімен айқын жеңіске жетті. Бұл кездесуде құлагер өз шеберлігін толық көрсетті. Команда ойын басынан ақ шабуылға ден қойып, қарсыласына қысым жасай білді. Ойынның 3-ші минутында құлагер алғашқы шайбаны соғып, есепті ашты. Қарсылас қақпасына жасалған шабуылдар дәлдігімен ерекшеленіп, ойыншылардың бірлескен әрекеттері әр шабуылды нәтижелі аяқтауға мүмкіндік берді. Ойынның үздік ойыншысы Александр Шипулин болды. Оның қоржында 2 гол мен 3 нәтижелі пас бар. Қарсылас команда бірнеше қауіпті шабуыл жасағанмен нәтиже шығара алмады. Матчтың қорытындысы 6-0. Бұл жеңіс құлагердің турнирлік кестедегі орнын нығайтып, алдағы ойындарға деген сенімін арттырды. Келесі ойын 23 қараша сенбі күні өтеді. Қарсылас мұнайшы. Айта кетейік, құлагер 26 ойын өткізіп, оның 16-сында жеңіске жетті.